Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қазіргі уақытта хит болып жатқан восточный корзина пирогын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Пирогты дайындау үшін алдымен үгітілмелі қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бөлме температурасында майды ыдысымызға салып, ұнымызды илектен өткізіп аламыз. Майымыз бен ұнымызды үгітілмелі қамыр болғанша істеп аламыз. Соның үстіне қантымызды салып араластырып аламыз. Бір қасық қопсытқыш, яғни разрыхительді қосамыз. Қосып болған соң жақсылап тұрып араластырамыз. Соның үстіне бір жұмыртқа қосып, қолымызбен жақсылап араластырып қамырымызды илейміз. Артық ұн, су қоспай, осылай илеп шықсаңыздар, жұмсақ қамыр иленіп шығады. Қамырымызды илеп болған соң бетін жауып, холодильникке онымен қойып қоямыз. Міне менде осындай жұмсақ қамыр болып шықты. Тоңазытқыштан қамырымызды шығарып, осындай формамызға салып, барлық жеріне бір келке етіп жайып шығамыз. Шетіне жан-жағына жайып шығып болған соң шанышқының көмегімен осылай әрбір жерін тескілеп шығамыз. Менде 24 диаметрлік форма. Сіздер осындай форма немесе кальцийға жайсаңыздар болады. Міне менің қамырым, тестам уже дайын. Осы тестаға енді салмамызды саламыз. Ең бірінші жаңғақты салдым мен. Жаңғақты блендерден өткізіп алдым. Сіздер егер блендеріңіз болмаса, қолдан турап алсаңыздар болады, егер жаңғақтарыңыз ірі болса. Енді осының бетіне өрікті турап салдым. Содан кейін мейізімді жайып салдым. Үйде тұрған кез келген дәнді немесе кепкен жемістеріңіз болса, салсаңыздар да болады. Осының бетіне сгущенкамды тегістеп құйып шықтым. Пешімді алдын ала 180 градусқа қыздырып қойдым. Дайын болған тестамды пешіме салып 30 минуттай пісіріп алдым. Міне менде осындай әдемі, дәмді болып шығатын восточный пирог дайын болды. Осы рецептпен пісірсеңіздер, өкінбейсіздер. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.